Қыздар, саламатсыздар ма? Мен тағы да бір немен бөліскім келіп отыр. Кеше келініміз звондайды. Жаңа алып олар да осы свечаны пайдаланып жатыр ғой. Соның қасында жұмыс істейтін бір жаңа дос қызы алған болған алдында. Бір несін алған болған. Содан міне екінші рет заказ беріп отыр. Кеше заказ берді. Сол үстінде не псориаз екен жара. Енді псориаз деген оңайшылықпен кете қоятын жара емес қой. Сол псориазы кетіп жатыр екен. Сонда жақсы қуанып звондап ана қыз келінім звондады, содан телефонды берді ана қызға. Содан рахметін айтып жатыр. Тәте, көп рахмет сізге. Қанша жаңа дәрілер іштім, қанша майыздарды жақтым. Ештеңеден кетпей қойып еді, осы свечадан кетіп жатыр. Рахмет, Алла разы болсын деп жаңа рахметтерін айтып жатыр. Қуанып қалдым. Осындай көп тағы да жетістіктер. Жаңағы тағы да бір клиентім жаңағы баласының үстіндегі жаңағы жараларын, ол да неше жыл болған екен, кетпегенді. Осы свечадан кетті деп жаңағы тағы да қосымша заказ беріп жатыр. Сол осындай жаңа көптеген нелер бар. Сондай бір клиентім несі геморройдан жазылдым деп отыр. Сонда да толық бір 3 ай жаңағы аяғына дейін емделіп жаңағы осы свечаны алып пайдаланайын деп. Сол ақпараттармен сіздерге айта кетейін дегенім ғой. Қалайсыздар команда, қыздар, жағдайларыңыз қалай? Айтып отқаныңыздың бәрі рас, Гүлмариям ханым. Не ғой, ол мен капсуланы ішкенмін. 2 коробкасын іштім. Ішінде 60 капсула бар. Содан 120-сын іштім. Былай жақсы. Енді бірден қатты бірден әсер ете қояды деп айтпаймын, бірақ былай енді шаймен деп әсер етеді. Жақсы іштім, өйткені өзім үшін іштім. Мен оны 9.000 теңгеден алған кезінде, ішкен кезде, бірістен 1-2 жыл бұрын. Содан менің пайдасын айтайын, оның мені өттегі, біреулер айтып жатыр, өтте тасы барлар іше болмайды деп. Өттегі тас қабыл аштым, осыны сонша. Содан менде өзіға түскен кезде тас деген тізіліп тұратын моншақ сияқты дейтін көп деп, нешеу десем санай алмаймын, саны көп деп айтатын өмір маған. Содан соны біреудің тасы кеткен өтіндегі, соғаны естіп, мен соны іштім жаймен деп, 1 капсуладан ішіп, 2 капсуладан ішіп. Содан одан кейін өзіға түскен кезімде менде тас бар деп сөйтеді. Нешеу екен деп тағы сұрадым. Сөйтсем 5-6 тас тұр деп сөйтеді. Мен айтамын, санауға кепті ғой онда деп сөйтеді. Сонда майта тастары кетіп қалғанда ірілеулері қалған ғой. Іше берсе жайменде ол тасты да ертеді. Былайша жақсы. Бізде қазір ол 24.000 теңге ма сондай тұрады. Сосын жұрт оның ақшасы қымбат болғасын, ақшасынан былайша қолжетімді емес та, былай шамалы неғылатыр. Ал бірақ шын мәнінде керек адам алып ішеді. Жаман емес, жақсы ішкен мен, өзім іштім мен. Бұл компания ашылмай тұрғанда ішкен мен оны. Керемет нәтиже алып отыр ғой жұрт осыдан. Менің бір апайым Сәтбаев қаласында доктор қашан еді вакцина салып, прививка. Содан кейін өмір ауырмайтын адам давлениесі 200-ге дейін көтеріле берді. Мына АСД-ні алып кеткен, баночный шықты ғой. Содан давление сап тиылып 110-ға түсіпті. Содан бүкіл Сәтбаевте енді давлениеден емдеп жатыр. Ол мәселе давление бүйрегіма, бауырыма бір жерінен болады ғой енді. Нелері, тамырлары дұрыс емес болғандықтан. Соны айтайын дегенім сол бар. Одан кейін бір ағайымның менің несі бар тұғын, геморрой сыртына шығып кеткен. Ол оны ет өсті деп есептейді ғой көбіне. Ер адамдар неткенде өзі намаз оқиды, дәрет алғанда сондай ыңғайсыз сезінеді екен. Соған қолданып еді, тіптен қазір ешкімге бермей, тек қана өзі ғана қолданып жатыр. Бір күйеу баламыз Жаңарқада қаншама жылдан бері қандай ауру екен диагнозын қоя алмайды, бүкіл анализдері тамаша, дәрігерлер. Содан сүлесоқ жата береді, тамақ ішкісі келмейді, жаңағындай арықтап, жаман болып қалған тұғын. Бірінші күні қолданғанда қорылдамай, ыңқылдамай жақсы ұйықтапты. Үшінші күні есік алдына шығып қар күрей бастады.
бір 7 ма 8-ші күні тойда жүр ғой, қыз ұзатуда, жиенін ұзатып. Сол сияқты біраз нәтижелер бар. Менің спонсорымның сіңілісі Таразда бауырында киста болды, өтінде тас болды үлкен. Соны операциядан алып қалды да дәрігерлерден. Одан кейін біраздан кейін қаралса, тым жоқ. Кистада жоқ, жаңа таста жоқ. Ол ма? Желкесінде липома бар екен. Мына қарақұста. Липома деген не ғой, ісік, түсініксіз ісік. Қатерлі ісік емес, дәрігерлерін алып тастау керек деп қорқақтап жүрген ғой. 29 жылдан бері болған дүние. Сол 29 жылдан бері болған ісік аузы шығып, жарылып, қандырың шығып ішінен сонысы кетті. Тағы да кім құдай толып жатыр енді. Зәр тұрмайтын, цистит дегендер, оның бәрі салағылаш көп. Ондай нелер, нәтижелер. Сондай нәтижелеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар, ызыңдай бермей тек. Қайырлы күн, ханымдар, мырзалар босап жүрді. Қалдарымыз қалай тағы да. Ханымдар, мен де бір отзывпен бөліскім келіп отыр. Менің де бір абысыным алған осыдан 10 күн бұрын ба, женскийнен қатқап, женскийнен мына бесі ісініп, менструациясы енді ауырып, эрозиясы бар екен. Әйтеуір воспалительный нелер женскийден. Соным жақсы болды деп, елдерге айтып, елдер мені алып жатыр. Одан кейін бір сіңілімнің қызы да бет сәразы, енді сұмдық бетіне мына свечиді салды. 2 күннен кейін бетіне вообще шығып кетті ғой, дәу болып. Содан бұл сала берді, бетіне жаға берді. Тәй міне солай жатыр тәуба деп. Одан кейін бір күйеу балам геморрой 3 күнде кірді дейді. Одан кейін бұл кісі бруцеллезбен ауырып, қолын көтере алмай, білесіздер ғой, бруцеллез қандай, бұл суставтардан алады. Соным жақсы болып деп жатыр. Керемет қыздар. Ем болсын бәрімізге де, барлық адамдарға да. Ұялмай сатыңыздар, сатқанда да бір жағы ем болып, бір жағы бизнесіміз жүріп, бізге де сондай бәрімізге де жақсылық болсын. Сол қайнаған алды, простатитқа 3 күннен кейін простатиті жақсы болды.